2 рет тұрмыста болдым. Иә, 2 жолдасыммен де ажырастым. Осыны естіген адам сөз жоқ, барлық қателік өзіңнен болған шығар деп ойлар. Бәлкім мені де солай кінәларсыңдар. Бірақ шындық әрдайым сырттай көрінгендей емес. Алғашқы жолдасыма мен қыз күйімде бардым. Ол кісімен алдын ала кездесіп, сөйлесіп, көңіл жарастырып жүрген жоқпыз. Тағдырдың өзі күтпеген жерден бұрып әкетті. Шымкентке бір тойға құдаша болып барғанымда мені алып қашты. Ол кезде небәрі 18 жастағы аңғал, өмірдің ащысы мен тұщысын әлі татып үлгермеген жас қыз едім. Сол адаммен 6 жыл бір шаңырақ астында өмір сүрдік. 6 жыл аз уақыт емес. Үмітпен де, көз жасымен де өткен жылдар. Бірақ отбасылық өмірдің салмағы күн өткен сайын ауырлай берді. Жолдасым ішімдікке салынды, жұмыс істемеді, жауапкершіліктен қашты. Мен үнсіз көтердім, сабыр еттім, балалар үшін деп шыдадым. Алайда төзімнің де шегі бар екен. Сол некеден 2 балам қалды. Олар менің ең үлкен байлығым, өмірге қайта-қайта байлап тұрған жалғыз үмітім. Екінші жолы тағдыр маған басқаша жол көрсетті. Бұл жолдасым өзбек ұлтының азаматы еді. Біз 2 жыл бойы бір жерде, стройкада бірге жұмыс істедік. Әуелде жай әріптес, кейін сырлас дос болдық. Сол достық бірте-бірте махаббатқа айналып, ақыры отбасын құруға шешім қабылдадық. Өкінішке қарай, бұл бақыт та ұзаққа созылмады. Біз небәрі 1 жыл ғана бірге тұрдық. Мен ата-анаммен танысайық деген сайын, ол кісі түрлі сылтау айтып қашқақтай беретін. Бірде жұмысы, бірде жағдайы, бірде уақыты жоқ. Сол кезде ақ жүрегім бір күмәнданған, бірақ сенгім келмеген. Сөйтсем, шындық тым ауыр екен. Оның Өзбекстанда заңды отбасы, әйелі мен балалары бар болып шықты. Осы уақытқа дейін бәрін менен жасырып келген. Сеніп сүйіп тағдырымды тапсырған адамның өмірінде мен тек бір алданған жан екенмін. Сол сәтте ішімде бір нәрсе үзілгендей болды. Сенім, үміт, махаббат, бәрі бір-ақ күнде күл талқан болды. Былтыр апрель айында Алматыға көшіп келдік. 2 ұлым қасымда. Мектепте оқиды. Ата-анам мен кіші інім Шымкентте қалды. Оларды да қасыма көшіріп алу ойымда бар. Алматыға көшіп келерде Инстаграммен бір ер азаматпен сөйлесіп жүрген едім. Ол менен 12 жас үлкендігі бар. Мен 25 жастамын, ол 37 жаста. Екеуміз сөйлесіп достасып кеттік. Екеуміз бетпе-бет таныспаған кезде ақ ол көмектесіп, единицасын, Каспий болды ма ұсақ түйек керегіңді аларсың деп азда болса ақшасын салып тұратын еді. Сонысымен де мені баурап алғаны рас. Алматыға келгеннен кейін екеуміз жолығып таныстық. Мені жұмысқа орналасуға көмектесті. Жұмысыма жақын жерден бөлме де тауып берді. Түгелдей квартира жалдау әзір жағдайын көтермейді. Бөлме жалдап тұрып жатырмыз. Инстаграмда танысқан жігітімнің аты Сарман, күндіз заводта, кеште өз көлігімен таксиге шығып ақша табады. Екеуміздің алғашқы кездескен кешімізді қысқаша баяндап берейін. Сарманның өз үйі бар. Олар Алматыға ертеректе көшіп келген екен. Жағдайларын жасап алған. Ата-анасы жер үйлері бар. Бай емес, бірақ ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Сарман екеумізге арнап керемет кеш ұйымдастырды. Мен барсам шашлык, суши, пицца бәрін алып қойған. Ол ішпейді. Мен аздап сыра іштім. Екеуміз ұзақ сөйлестік, кино қарадық, ойнап күліп көптен аңсап күткен ісімізді бастадық. Мен толық келіншекпін. Бірақ ешқашан денеммен ұялған емеспін. Себебі ар қызға қарағанда толық әйелдің денесі былқылдақ жұмсақ болады. Сарман менің төгілген аппақ 2 анарымды көріп естен таңды. Осы сәтті қанша күткенімді білсең ғой деп тәттілей бастады. Сәби шейемді. Мен шалқалақтап есім кетті. Сайманбегімен соғып мені қыздырды. Шыдамым таусылып тізгінді өзім алдым. Бірінші мәрте ол алды, екінші тізгінді ол алып, екеуміз де дәруменге тойдық. Осылайша жарасып кеттік. Үйленуге ұсыныс жасады. Үйленбеген сақа жігіт. Мінезі ауырлау, қалай болғанда да мінсіз адам болмайды ғой. Мен екеуміздің бақытты болуымызға қадам жасауға дайын екенімді айттым. Әр адам бақытты болуға лайықты. Сынап өсектеп жазғырудан аулақ болайық ағайын. Алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз.